Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Келіп жеткен Наурыз мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін сіздермен Наурыз көже пісірмекшімін. Бұл жерде бізде сүрленген ет болу қажет, және де сүрленген қазы болу қажет. Қыстай сақтаған сүрленген еттерін қазақтар көктемде қыстан аман есен шығуымен деп осы Наурыз көшені жасаған болатын. Ата-бабаларымыз Наурыз айы келген кезде көктем шығып, күн жылынғанда сол себепті де осы қазақтың жаңа жылы және де Наурыз көже ұлттық тағам болып кеткен. Етті жақсылап жуып, бетіне салқын суды құйып, оттың барынша қосып, газға қоятын боламыз. Және де міне қосатын дәндерімізді дайындадым. Бұл жерде менде сары жүгері, кептірілген ақ жүгері және арпа жармасы және жақсылап жуылған тары. Барлық дәндерді жақсылап жуамыз. Бетіне жақсылап су құятын боламыз. Толықтай бетін жауып тұратындай және де кәдімгідей су болуы тиіс. Себебі білесіздер, жармалардың барлығы жақсы көбейеді. Сондықтан да бетіне осылай мен 2 кесе су құйдым. Енді суды құйып болғаннан кейін бірденен отқа қоятын боламыз. Бір рет бұрқ етіп қайнаған кезде бетін тығыздап жауып қойып қоямыз, астын өшіріп қоятын боламыз. Ыстық суда өзі бөгіп қалуы тиіс осы дәндердің барлығы. Еттің бетіне көбігі шығайын деген екен, жайлап қайнап бастады. Осы кезде бетіндегі көбігінің барлығын сүзіп аламыз ситаның көмегімен. Толықтай көбігінің барлығын сүзіп алғаннан кейін бірденен астын жай отқа қойып 2-2,5 сағат бойы құр еттің өзін ғана қайнататын боламыз. Ет жұмсақ болып пісуі қажет осы 2-2,5 сағат көлемінде. Және де осы кезде тұзын да қарап қойыңыздар. Менде тұзды ет болғандықтан мүлдем тұз салмадым, себебі тұзы жеткілікті болды. Міне дән қайнады, астын өшіріп, бетін тығыз жауып 2 сағатқа қалдыратын боламын. Ет піскенге дейін жай отта 2 сағатта етіміз осылай пісіп шықты. Байқағандарыңыздай су өте жақсы тартылды. Енді сорпасынан етті сүзіп алатын боламын түгелдей қазысымен. Сүрленген қазы және де кәрі жілікті осылай ассаңыздар, Наурыз көжеге өте жақсы кетеді. Негізінде қазақтар жақсылап сүрлейді етті, сол сүр етпен дайындасаңыздар, бір қышқылтым өзінің бір өте әдемі дәмі болады. Және де сорпаларыңыз мөлдір болмауы қажет. Сорпа кішкене бір сүрленген ет қайнағаннан кейін әппақ болып тұрады. Сорпа мөлдір болмайды, және де құрт, айран қоспасаңыздар да сорпасы әппақ болып тұратыны сол себептен. Қазір менде еттер орташа сүрленген, кішкене кептірілген, толықтай бір сүрленді деп айта алмаймын. Енді міне мен бірден тұзын көріп жатырмын. Тұзы мықтырақ екен, сорпаның басымырақ. Құрттың бетіне бір ожау сорпаны құйып қоятын боламыз. Құртты мен езіп салмақшымын. Енді бөгіп тұрған дәндеріміздің барлығын сорпаға саламыз. Менде дәндер жақсы бөгіп тұр, және де жұп-жұмсақ болған. Сол ыстық суда 2 сағатта тұрғаннан кейін. Және де сіздер өздеріңіздің сорпаларыңыздың көлеміне қараңыздар. Себебі өте бір қою, қоймалжыңда болып кетпесін. Себебі тәбетті тартпай қалады деп ойлаймын. Менің өзіме ұнамайды ондай сорпа. Барлық дәнді салып болғаннан кейін бетін жауып бір 20 минуттай қайнататын боламыз тағыда. Немесе 15 минут қайнатсаңыздар да жеткілікті. Сорпа қайнауы тиіс, күтіңіздер, және де жай отқа басып қойыңыздар бір 15-20 минут бойы. Осы кезде құртты езіп қойып жатырмын. Шанышқының көмегімен жақсылап езіңіздер. Қолдың құрты болса тіптен керемет болады. Менде дүкеннің құрты. Жақсылап барлығын майдалап езіп араластырып қоямыз осы сорпаға. Ең соңында ғана осы құртты қосатын боламыз. Міне кішкене жібігеннен кейін жақсы езіліп жатыр құрттар. Қайнап жатқан сорпаға мен кішкене дүкеннен алынған жұмыртқаға қосылып жасалынған кеспені салдым.
кішкене ғана қою болып кетуі мүмкін, сәл көбірек қоссаңыздар, және де бір ботқа тәріздес болып қалуы мүмкін, сондықтан да өте аз қосыңыздар. Менде қаншалықты салып жатқаным видеоға түспей қалыпты, мен сіздерге қазір көрсетемін. Міне осынша мөлшерде ғана салдым, кішкене ғана кеспеден, және де қолдан кесіп салсаңыздар да өте дәмді болады. Немесе мүлдем кеспе қоспай-ақ қоюға болады. Менде балалар ішетін болғандықтан көжеге кішкене кеспе салып жібердім. Енді кеспеміз піскенше 5 минуттай орташа отта қайнататын боламыз. Енді етін жақсылап тураймын. Етті турау өздеріңіздің қалауларыңызша, мен қатты майдаламадым, және де қатты үлкен етпедім. Жалпақ етіп, еттің қамырының бетіне салғандай дәл солай кішкене турадым. Барлығын дәл осылай турап, бір шетке қойып қоямыз. Ең соңында қазысын турайтын боламын. Міне, басын алып тастап жатырмын бірденнен. Сіздерде мүмкін кесілген қазда болуы мүмкін. Осылай жұқалап барлығын бір шетке турап қойып қоямын. Енді сорпаға жаңағы езілген құртымызды салып жақсылап араластырамыз. Бірденнен оттан түсіріп қоятын боламыз. Астын өшіріңіздер, яғни жақсылап араластырамыз. Егер де сіздерге айран қосқан ұнайтын болса, айран қосып жіберсеңіздер де болады. Қатық тиді, яғни. Міне, менде көже дайын. Мен бірденнен сорпаға кесілген еттерді салып жатырмын, бірақ та қазысын салмаймын. Қазысын сорпаны кесеге құйғаннан кейін бетіне салуды жөн көрдім. Осылай еттерді салғаннан кейін бірденен жақсылап араластырып қойыңыздар. Сорпаны кесеге бірденен ыстық күйінде құйып жатырмын. Дәндерінен, кеспесінен барлығынан араластырып. Көжені құйып болғаннан кейін бетіне міне осылай әсемдеп қазыларды қойып жатырмын. Сіздердің өздеріңіздің қалауларыңызша қазыны да бірден көжеге араластырып жіберсеңіздер болады. Наурыз көжені тойып ішіңіздер, міндетті түрде маған тіркелуді ұмытпаңыздар, және де менің видео рецептерім ұнаса міндетті түрде лайк басып өзіңіздің пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Және де әр ас үй егесі өзінше пісіреді, әркімнің өз талғамы бойынша. Сіз қалай пісіресіз, сонымен бөлісе кетіңіз. Ас болсын, сау болыңыздар.